Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге капуста тұздайтын боламыз. Яғни 40 қабатты тұздап, қысқа дайындап сақтап қоятын боламыз. Бізге ол үшін мінекей осындай 40 қабаттар керек. Әр түрлі көлемдегісі бола береді. Өйткені осылай бөліктерге бөліп, ыдысымызға салу үшін дайындап алатын боламыз. Одан кейін 40 қабатымызды дайындап алғаннан кейін осылай қайнап тұрған суға тұзымызды салып ерітіп аламыз алдымен. Тұзды аямай сала беріңіздер, өйткені көбірек тұз болған сайын тоғырлым жақсы болады. Ыстық суда осылай тұзымызды ерітіп аламыз. Негізі жылы су құя берсеңіздер де ештеңке етпейді. Енді 40 қабаттарымызды арнайы ыдысымызға салып шығамыз рет-ретімен. Мен осындай пластикалық ыдыс алдым. Ал сіздер үйде бар ыдысқа эмалированный кастрюль болса, ол тіптен жақсы. Кез келген ыдысқа осылай салып сақтай берсеңіздер болады. Тұздап аламыз ең алдымен. Осылай бөліктерге бөлгеннен кейін капусталарымызды рет-ретімен орналастырып шығатын боламыз. Одан кейін үстіне тұзды суымызды құйып, бірнеше күнге қойып қоямыз. 3 күнге немесе 5 күнге қалдырсаңыздар болады. Тұзды аямай салғандарыңыз жөн, өйткені тұзда тұрған кезде өте дәмді болып қытырлап шығатын болады. Одан кейін тұзды судан кейін алып осылай, мысалы менде 5 күн өтті, 5 күннен кейін осылай аламда, жылы суға немесе суық суға осылай бір жуып алам. Сол кезде артық тұзы шығып, жуған суыма артық тұзы шығып кететін болады. Ал қалған өзіне керекті дәм татуына байланысты тұзын өзі бойына сіңіріп алатын болады. Мінекей барлығын осылай суға салып, жуып аламын. Бір жуып қатты сығып алып отырамын. Сол кезде артық тұзы шығып, бір қалыпқа келетін болады. Жылы суда, суық суда жуа берсеңіздер ештеңке етпейді. Бөлме температурасында 5 күнге дейін сақтай аласыздар. Одан асып кететін болса, мүмкін 7 күнге дейін сақтауға болатын шығар. Ал менің тәжірибемде тек 5 күнге дейін ғана тұзды суда тұздап қойдым. Одан кейін менде ашты қылып осылай ішіне салатын аджикамды жасап алдым. Ішіне жағатын аджиканы кәдімгі ашты кішкентай ұсақ бұрышты алып келіп, және полугоркий бұрыштар бар ғой, перец, сол екеуін араластырып осылай жаға саласыздар. Әр қатпарын ашасыздар да капустаның ішіне жағып отыратын боласыздар. Егер қатты ашты болғанын қаласаңыздар, жаңа кішкентай аштыны бұрышты көбірек қоссаңыздар болады. Мінекей барлығын осылай жағып шықтық, барлығы дайын болды. Енді біз осыны негізі осылай жіберулеріңізге де болады. Дайын тұр. Капусталарыңыз тұздалды, ішіне аштысы жағылды, 1-2 сағат тоңазытқышқа қойып осылай жіберсеңіздер де болады. Оны сақтау үшін мен осылай банкілерге саламын. Бөліктерге бөлінген капусталарымыздың барлығын осылай әртүрлі көлемдегі банкілерге салып, үстінен тағы да су құйып, тұзды су, одан кейін тоңазытқышқа қойып қоятын боламын. Сол кезде қыстай жақсы желініп шығатын болады. Осылай банкілеріңізге барлығын дұрыстап салып аласыздар да, үстінен жай ғана тұзын қатты көп қылмай, кішкене тұзды суға араластырып құйып қойсаңыздар, қыстай сақталып тұра беретін болады. Мен жаңа ортасына жаққан приправамды көрсетем деп ұмытып кетіппін ғой, видеоға түсірмей. Негізі, егер тәтті болғанын қаласаңыздар, полугоркий перецпен ғана тек массировкадан өткізіп, тартқыштан соны жаға салсаңыздар да болады. Ал егер аштырақ болғанын қаласаңыздар, жаңа ұсақ кішкентай бұрыштарды алып, оны қосып аштығып жасасаңыздар да, ол өз еркілеріңізде. Міне өте оңай салат түрінің бірі. Әртүрлі тамақтарға, етке, күрішке,
барлық тамаққа кете береді ғой. Бірден желініп, солай бір дастарханда қалмайтын салаттың түрі. Сондықтан жасап көріңіздер, өте оңай. Енді приправасын жасаған кезде, қатты ашты болған кезде қолдарыңызға қолбақ киіп алуды ұмытпаңыздар. Ал мен қолбақсыз істедім. Мінекей, осылай барлығын орналастырып алдым капустамыздың. Одан кейін суының бетіне шығып кетпеу үшін осындай арнайы таяқшаларды қойып, енді суымды құйып, жауып, тоңазытқышқа қоятын боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнап жатса, бір қолдау білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Міне тұзды суымыз. Бұл жерге міндетті емес қайнақ суды құю. Жылы үй температурасындағы суды тұзға араластырып құя берсеңіздер болады. Міндетті түрде капустамыздың бетінен асып тұру керек. Сол кезде капусталарыңыз бұзылмай, қыстай сақталып тұратын болады. Мінекей, жасап көріңіздер.